Баршаға сәлем. Қысқа арнап Азартин капот жаттым және де жасалу жолын сіздермен де бөліскелі жатырмын. Сіздердің де басқа ерекше жасалу әдістеріңіз болса, комментарийға қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен қажетті жеміс-жидектерімізді жақсылап жуып алатын боламыз. Одан кейін банкілерді жақсылап жуып, осылай булап алатын боламыз. Кейіннен бетіне жабатын крышкаларында қайнаған суға салып қойсаңыздар болады. Мен бұл жерде өрікті бірінші салып алдым. Өрікті барынша қаттылау сортын таңдаңыздар, бірақ ащы болмау керек. Езілмес үшін қаттылау сортын таңдау керек. Кейіннен үстіне вишня салдым. Вишняны сливамен немесе черешнямен алмастырсаңыздар болады. Бірақ вишня салсаңыздар кішкене қышқылдан беріп әдемі болып шығады. Үстінен алманы салдым. Алма егерде кішкентай алма болса, сіздер бөлмесеңіздер де болады. Менде үлкендеу болғандықтан бөлдім. Үстіне қайнап тұрған суды құятын боламыз және де бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Негізі бір ғана осы 20 минут күтпей-ақ осы уақытта сразу жауып тастай беруге болады. Бірақ мен түсі әдемі болып шығу үшін суын 2 мәрте қайнатамын да. 20 минуттан кейін жаңағы суды төгіп, қайтып қайнатуға қоямын. Ал ол уақытта шекер салып шығамын. Шекерді 3 литр банкіге мен 200 грамм салдым. Негізі қатты тәтті демес, негізі норма осы 3 литр банкіге 200 грамм шекер норма болады. Кейіннен жаңағы қайнатқан, екінші мәрте қайнатқан суымызды құямыз да, бетін крышкамен жауып, кәдімгі закрывашкамен ораймыз да. Закрывашкамен әдемілеп жауып шығамыз да, бетін жауып қоя береміз қыздар. Негізі закрывашкамен жапқан кезде қиналудың дым қажеті жоқ. Осылай полуавтомат алсаңыздар болады. Өзі бұралған кезде стопка басылады да, және де шекерлі шынымен бұралды ма, жақсы бұралды ма деп бір осылай тексеріп алып, төңкеріп қойып қоясыздар да. Bir түнге бетін ыстық затпен жауып қоясыздар да, ертесіне беттерін ашып, қысқа дайындыққа қойып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.